1/59 есепте шығарайық. Екі жұмысшы 1/131 тетік жасап шығарды дейді. Яғни бірінші жұмысшы және екінші жұмысшы 131 тетік жұмыс шығарды дейді. Оның 65-ін бірінші жұмысшы жасады дейді. Яғни бірінші жұмысшы 65-ін жасады дейді. Онда екіншісі бізде 131 болу үшін 66 жасаған болған болады. Енді бұл жұмысқа екінші жұмысшыға қарағанда бір күн кем жұмыс жасады дейді. Яғни біз егер күнді x деп алатын болсақ, онда бірінші жұмысшы екінші жұмысшы мысалы x күн жасаса, онда бірінші жұмысшы одан бір күн кем жасады дейді. Яғни x минус 1. Енді егер бірінші жұмысшы екінші жұмысшымен салыстырғанда күніне 2 тетік артық дайындап отырса, олар бірлесіп күніне неше тетік жасаған дейді. Яғни егерде біз мынау барлық бірінші жұмысшының жасаған 65 тетігін сол күнге бөлсек, қанша күн жасағанын тауып соған бөлетін болсақ, онда бізде не шығады? Өнімділігі бір күнде қанша тетік жасаған өнімділігі шығады. Өнімділікті біз y деп алайық. Сонда егер біз 65-ті бөлсек x минус 1 күнге жасаған күніне, онда бізде өнімділік шығады. Осы өнімділігі дейді, мына екіншісіне қарағанда екеу 2 тетікке артық жасап отырған дейді. Сонда біз мынаныкін мысалы y деп алсақ, онда мынаныкін y қосылған 2 деп аламыз. Демек, екіншісі 66 бөлінген x, 66 тетікті x күнге бөлген кезде өнімділігі y болады. Ал біріншісі одан екеу артық жасаған. Енді осы екеуін жүйе қылып құра саламыз да, осындай есеп шығара саламыз. Осы жүйеде бізде y тең 66 бөлінген x деп тұр. Онда осы y тең деген өрнекті біз мына y-ні орнына қоя саламыз. Онда келесіне шығарамыз. 65 бөлінген x минус 1 тең y-ні орнына мынаны жазамыз. 66 бөлінген x қосылған 2. Енді мынаны сол жаққа аударамыз. 65 бөлінген x минус 1 минус болып барады. 66 бөлінген x тең 2 қалады. Енді мына екеуіне бөліміне ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде екеуінің көбейтіндісі болады. X көбейтілген x минус 1. Мына жерде бізде x жетіспейді. Сонда екеуін көбейтсек 65x болады. Ал мына жерде бізде жетіспейді. Мынау x минус 1. x минус 1. Осы екеуін көбейтеміз. 66-ны x-ке көбейтсек 66x болады. Мынау минус пен минус 66x болады. 66-ны минус 1-ге көбейтсек минус 66 болады. Мынау минус пен плюс 66 болады. Тең 2. Енді мына екеуін көбейтеміз. X квадрат минус x. Мына жерде 65x минус 66x бізде минус x болады. Минус 1x дегеніміз ғой. Қосу 66 тең 2. Енді мынаның өзін өрнектейтін болсақ, онда минус x қосылған 66 тең 2. Мына екеуін көбейтеміз. 2 көбейту x квадрат минус x. Осы жерден минус x қосу 66 тең 2x квадрат азайтылған 2x болады. Ары қарай. Мұны оң жақтаған бәрін біз сол жаққа қарай аударамыз. Сонда минус x қосу 66 2x квадрат минус болып барады. Минус 2x квадрат. Минус 2x плюс болып барады. Плюс 2x. Және тең 0-ге болады. Енді x квадрат минус бірінші жазамыз. Минус 2x квадрат. Мына минус x пенен 2x.
екеуін бір-бірінен азайтамыз. Сонда 2x-тен 1x тап тастаймыз. 1x қалады. Және плюс x қалады. Плюс 66. Тең 0. Міне бізде квадраттық теңдеу шықты. Осы жерден біз дискриминант табамыз. Дискриминантына жерге табайық. Дискриминант тең бізде b квадрат, яғни 1-дің квадраты 1 болады. Минус 4 көбейтілген AC, A'мыз минус 2, көбейтілген минус 2, көбейтілген C'міз бізде 66. Тең 1, минус көбейтсек плюс болады, 4-2 көбейтсек 8 болады, көбейту 66. Енді тең 8-ді 66-ға көбейтеміз. 66 көбейтілген 8, 48 4 ойда, 48 мен 52. 1 қосылған 528 болады екен, және барлығы 529 болады екен. 529 дегеніміз ол бізде 23-тің квадраты. Ондай болса x1, x2-мізді табайық. x1 тең болады. Минус b. Қаны бізде минус b деген 1 ғой, минус 1 болады. Минус 1 плюс 23 бөлінген 2a. A'мыз минус 2, 2-ні минус 2 көбейтсек минус 4. Сонда тең минус 1 плюс 23 бізде 22 болады. Бөлінген минус 4. Мына жерде екеуіне қысқартсақ минус 2, 11. Жалпы минус таңба шығып тұр. Негізіне минус таңбамен біз өлшем бірлік болмаймыз. Сондықтан x2-ні табайық. Мынау шешім болмайды. Екіншісі бізде минус 1, минус 23 бөлінген минус 4. Тең минус 24 бөлінген минус 4. Минус-минусқа бөлсек плюс шығады. 24 4-ке бөлетін болсақ, ол бізде 6 шығады. Яғни бізде x-міз тең 6 болады екен. Жауап болады. X 6-ға тең болса, онда y табамыз. Y тең 66 бөлінген x, яғни 66 бөлінген x-міз 6. Сонда y-міз тең 11-ге. Сонда y-міз 11-ге тең болатын болса, міне, жерге жазайық. X тең 6, y тең 11. X дегеніміз бізде күн, y дегеніміз ол өнімділік. Енді бізге айтады өнімділікті дейді. Екеуі бірге жасағандағы өнімділігі бір күнде қандай болады дейді. Яғни бірінші адамның өнімділігі ол y қосылған 2 болады. Екінші адамның өнімділігі, яғни бір күнде жасайтыны ол y болады. Сонда біріншісі бізде y қосылған 2. Яғни y 11 болса, 11 қосылған 2 ол бізде 13 жасаған болады екен. Ал екіншісі күніне y жасайды, яғни 11 жасайды. Сонда екеуінің біріккенін табу үшін біз 13-ке 11-ді қоса салады екенбіз. Сонда ол 24. 24 екеуі бірігіп 24 тетік жасайды екен. Міне жауабы осы 24 болады.